Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханның ең маңызды салатының рецептісін ұсынатын боламын. Бұл салаттың жасалуын барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Бұл салатты дайындауға ең алдымен бізге селедка қажет болады. Осы селедканың негізінен дайын түрін алғандарыңыз өздеріңізге ыңғайлы болады. Сіздердің уақыттарыңызды алмайды. Сол дайын балығымызды алып төрт бұрышты етіп кесіп аламыз және тәрелкемізге орналастырамыз. Одан кейін үстіне майонез себеміз. Егер сіздерге пияз қосқан ұнайтын болса, пиязымызды төрт бұрышты етіп ұсақтап турап салсаңыздар болады. Оның үстіне бір штук сәбізімізді теркадан өткіземіз. Өздеріңіздің ыдыстарыңызға қарай, қонақтарыңыздың санына қарай салаттың ішіне қосатын қоспаларын көбейтіп жасасаңыздар болады. Мен осылай бір тәрелкеге ғана жасап шықтым. Мінекей біз майонезімізді үстіне төседік. Одан кейін картоплымызды теркадан өткізіп, оны да бір тегісті формада келтіріп аламыз. Құрметті достар, алдағы уақытта көптеген жаңа жылдық рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп алуыңызды сұраймын. Одан кейін үстіне майонез себеміз. Және қызылшамызды теркадан өткізіп салатын боламыз. Мінекей барлық қызылшамызды теркадан өткіздік. Енді бір тегісті етіп форма жасайтын боламыз. Осылай дөңгелек форма жасайтын боламыз. Осылай қызылшамызды төсегеннен кейін үстіне майонез жағып шықсаңыздар да болады. Одан кейін жұмыртқаны теркадан өткізіп салатын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өздеріңіз дәмін білетіндей өте жұмсақ, дәмді шығады.